Осы белгілер сізде болса, баса назар аударыңыз. Егер теріңіз бозғылтері болса, онда сізге В12 витамині жетіспейді. Немесе анемия және жүрек қан тамыр ауруы болуы мүмкін. Егер ерніңіз жарылатын болса, В2 витамині. Құрғақ тері, яғни А витаминінің жетіспеуі және гипотериоз, яғни қалқанша безінің ауруы. Қабақтың ісінуі, йод жетіспеушілігі бүйрек ауруынан болуы мүмкін. Шаш күю нашар сынғыш болса, В9 витамині темір жетіспеушілігі қалқанша безінің бұзылысы әсерінен болады. Ары қарай безеулердің акненің болуы, бұл цинк жетіспеушілігі, тері май бездерінің бұзылысы, гормональды бұзылыс, өттегі застой. Арқадағы безеулер, қатты тері, бұл гормональды бұзылыстар, өтте застой болса, тері бұзылыстар болса болады. Ал қызыл еттің қабынуы, қанауы, ол С витаминінің жетіспеушілігі, нашар гигиена болса, немесе инфекциялық ауру болса. Тілдегі ақ жабындар В2 витаминінің жетіспеушілігі, кандидоз және гастриттан болады. Аяқ қолдың ұюы, шаншуы, В6, В12 витамин жетіспегенде, диабеттік невропатия болса, сізде остеохондроз болса, қан айналымы дұрыс болмаса, ал аяғыңыз үнемі мұздап, суық болатын болса, магний жетіспеуі, анемия, гипотериоз, яғни қалқанша безінде ауру болатын болса, алақаныңыз сарқайған болса, бета-каротинді көп тұтынудан және бауыр функциясы бұзылысынан болуы мүмкін. Бұндай жағдайда қандай қадамдарды жасау керек? Ең алдымен дәрумендер және макроэлементтерді тексересіз. Қандай да бір симптом болса, онда қан анализін, общий анализ кровиді тапсырып көргеніңіз жөн. Одан кейін диагнозды нақтылау үшін осындай белгілер бар екенін дәрігерге қаралып көрінесіз. Арнаға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз, келесіде тағы видео шығады.